Сәлем барлығыңызға. Енді практика туралы әңгіме бастайық. Жалпы практика бастаймыз дегенде жекеге қойған сұрақтар мынандай болды. Ең бірінші қойылған сұрақ ол біраз опыты бар кісілер хабарласты. Че там объемдар бар ма тастасай деген сияқты қасқырлары болды. Былай әр майда шүйде проекттен бір 40-50 өзім чисто көре алам ба деген сияқты хабарласқан кісілер де болды екі ортада. Жоқ, негізі мүлдем олай емес. Менің бұл практиканы жүргізейін деп жатқан мақсатым ол именно новичоктарға сабақ өту, бірдеңе үйрету, иә. Енді өзіңіз маған көмек ретінде сабақ үйреткен кезде новичоктармен бірге жылжып, олардың білмей қалған тұсына көмектесіп, немесе өзіңіздің де мүмкін осындай бір пайдаңыз, бір есебіңіз бар болса, қатыссаңыз болады, егер опытный программист болсаңыз. Негізінде новичоктарға арналады. Курс үйретілу мақсатында чересчур бір идеальный бір продукт жасау деген ондай не жоқ, настрой жоқ. Бастапқы түсініктерді қалыптастыру, былай full stack web development осы мақсатта. Сосын бір жақсы жері алдында айттым ғой, реальный заказ деп ше. Реальный заказ клиент қабылдап алады, соған ұнайтындай продукт жасауға тырысамыз, көңілін табамыз. Енді тағы да қойылған сұрақтар, ол неден бастау керек деген сұрақтар болды. Ол өзіңізге тиесілі программаларды орнатып бастайсыз. Ол Node.js орнатып алыңыздар, өздеріңізге Visual Studio Code орнатып алыңыздар, сосын PHP 7 орнатып алыңыздар. PHP 7 орнатып алыңыздар, сосын MySQL Community сервер орнатып алыңыздар, және Workbench қойып алсаңыздар да болады. Осы және Git және Gitке Tortoise клиент орнатсаңыздар болады. Tortoise Git деген Git'тің клиенті. Осы программалар жеткілікті, мен барлығына сілтеме қойып шығам. Осы видеоның астына барлығына сілтеме қоям. Сосын келесі сұрақ, қай тілде дейді. Ол енді программистер жалпы не ғой, бір тілді мықты меңгеріп алсаңыз, келесіне өтуіңізде оңай ғой. Вот енді маған үйретуге JavaScript оңай. JavaScript оңай и Vue.js оңай. Енді React-та вакансия Vue.js-ке қарағанда көп, бірақ енді Vue бір сонда бір қатты қалып қойып, онда вакансия болмай қалатқан жоқ. Headhunter-дан қарасаңыздар, Vue.js-ке де вакансиялар бар шүкір. Енді өзімнің үйрете алатыным сол болған соң, содан бастамақшымын. Оңайынан, қарапайымнан, осы қолдан келеді ау дегеннен. Сол үшін Vue.js клиент жақта, фронтендте, ал бэкенд Laravel болады. Laravel болады, және негізгі акцент ол веб основа ғой. Өйткені сода жасаған нәрселеріңіздің көбісін ары қарай да жасай бересіздер. Басқа тілге ауыссаңыздар да, басқа фреймворктарға. Енді тағындай не болды? Проект неде жиналады, галп па, веб-пак па, сол сияқты айтылама дегендей сұрақтар қойылды. Сборка негізі фронтенд жағы веб-пакпен болады. Бірақ ол CLI өзі солай құрады. Сол себепті мен өзім жеке тоқтап терең галп веб-пак туралы айтып жатпаймын. Біздің практикамызға қай жері керек болды, соны ғана айтып өтем. То есть с нуля интернет-магазин жасап шығуға біздің дәл қазірге бірінші қолға алып жатқан проектіміз. И осыған қатысты жерлер қалай туындайды, солай түсіндіріледі. Так, енді ақылы ма, тегін бе дейді. Бұл сұрақты ең соңына қалдырайын, ақылы бола ма, тегін бола ма деген. Негізінде тегін, бірақ не совсем тегін десем дұрыс шығар. Енді ауылдан емес біз қатыса аламыз ба дейді. Енді әрине қатыса бересіздер. Бізде былай жалағаш IT, былай ауылдағы IT дамыту дегенде ол былайынша жалпы барынша массовы дамыту деген мағынада ғой. Қуыс-қуыста бүкіл қазаққа арналады деген сондай мағынада ғой. Ол қаладан қатысасыз ба, ауылдан қатысасыз ба, барлығыңызға құшағымыз ашық. Сосын тағы да бір сұрақ қойыпты, қыздар қатыса аламыз ба деп. Енді
сондай мүмкіндік жасауға тырысамын енді, бірақ алдын ала айтып қоя салайын, менде енді жекеге жазып жатпасаңыздар да болады. Жалпы видеоларда мен барлығын түсіндіруге тырысамын. Соның астында комментарийлар қалдыра беріңіздер. И сұрақтар қойылса, кейін соларды қорытып жауап беріп отыратын боламын. Жалпы каналда қарап отырсаңыздар, ешқандай хабардан былай тыс қалмайсыздар. Жақсы. Енді жаңа ақылы ма әлде тегін бе деген сұраққа қайтадан оралайын. Негізінде тегін, былай ақша жағынан айтатын болсаңыздар, тегін. Неге? Өйткені мен бұрын офлайн үйрететінмін, қазір онлайнға ауысып жатырмын. Онлайнға ауысқанның бұл форматы бөлек, и кейбір нәрселерді мен көрмей қалған болуы мүмкін, бір нюанстар туып қалған болуы мүмкін үйрету барысында. Нюанстар тууы мүмкін, бір қателіктерге, енді үлкен бір қателікке бой алдырмасын, бірақ дегенмен де кішігірім бір сондай бір моменттер болып қалуы мүмкін да. Сол себепті мен бірінші итерацияда осы интернет-магазин жасап шыққанша тегін әрі практика, әрі курс деп қарастырсаңыздар болады. Воркшоп деп қарастырсаңыздар болады, кейбір жерлерінде мысалға өзім жасайтын болсам қарап отырсаңыздар болады. Енді бағана айттым ғой, не совсем тегін деп. Сонда не төлейсіздер деген, ол ең бірінші кезде тұрақтылық, күнделікті қатысып отыру керек. Ертең арғым деген жоқ. Ұзақ барлықтарыңызды күтіп отыру, ол қиын болып қалуы мүмкін группаның жылжуына. Бізге тез аяқтау керек. Өйткені клиент немес қой, андай жайма шуақ жүрген біреу емес, ол да тезірек қолына алғысы келеді. Оның да қойған бір уақыттан қойған шектеулері бар, иә. Сосын осы курсқа қатысып жатқан, жақсы атсалысқан, жалпы көзге түскен адамдарға какой-то бір кішігірім призовой фондты не қылғым келеді, шаққым келеді. Дәл қазір мен шынымды айтсам, именно не үшін, қандай мөлшерде, кімге қалай бөлінеді деген ондай не қалдырған шешкен жоқпын. Кішкене көзім жетіңкіремей тұр, шынымды айтсам. Бірақ мен ойлаймын, сіз новичок болсаңыз, сіз осы курсты өте отырып тәжірибе жинайтын болсаңыз, сіз уже ұтып тұрсыз деп ше. Сіз уже ұтып тұрсыз, үйренбей қалған жерлеріңіз үйретіледі, айтылмай қалған жерлерді тағы да толықтыра отырамыз, ол міндетті түрде. Сосын егер әрі жақсы оқып, жақсы атсалысып отырсаңыз курсқа, сізге бір берілген ақша бір стипендия ретінде қарастырсаңыз болады. Дәл қазір енді жоспарым өзгеріп кетпесе, примерно 70 мың деп ойлап отырмын. Общий бөлінетін сумма. То есть анаған деп бөліп тастаған кезде, ол 70 мыңнан аспайды. Может, ол бір адамға беріле ма, мүмкін 2 адам бөлісіп ала ма, әлде 10 адам бөлісіп ала ма, ол жағын уақыт көрсетеді, бірақ 70-тен аспайды. Енді ол жағдайға байланысты. Сіздерге кішігірім мотивация болсын. Былай мәселе ақшада емес қой бұл жерде. Бұл жерде ешқандай ақшаның қатысы жоқ. Мәселе сіздердің үйренулеріңізде. Реальный заказдан опыт алуларыңызда. Осы нәрсе сіздердің ұтатын нәрсеңіз. Ал егер де сізге мысалға ой қойшы дейтіндей бір сондай ой туып тұрса, значит сіздің опытыңыз біраз алдыға кетіп қалған шығар деп ойлаймын. Алдыға кетіп қалған, былай самостоятельный болып кеткенсіз. Сол себепті сізге қызық болмаса, нормально бұл, нормально. Сосын ешкім негативный сұрақ қоймап, барлығы позитив қойып жатыр. Давай, там қолдарында факелдері бар, көрсетіп кеттік деген сияқты. Сондай позитивный сұрақтар қойылып жатыр, негатив қойылмайды. Бірақ мен өзім қоя салайын. Егер вдруг жолай туындап қалса, жауабын біліп жүріңіздер. Мына курстарды, осы практиканы мен сіздерге жасатып, өзім үстінен ақша көру үшін жасап жатқан жоқпын. Вообще олай емес. Өйткені мен білем, былай біреуге үйрету деген қаншама ми ашу нәрсе екен. Ми ашу, ол қаншама уақыт еще. Сіздер кемінде бір 10 шақты адамды қазір тұрсыздар. 10 адамды сүйреп, түсіндіріп, соларға жасатқызып шығу,
өзің жасағаннан бір 5-10 есе қиын шығар. Уақыт жағынан да, күш кетіру жағынан да. Так что маған лично вообще, егер бұл ақша жағынан қарастыратын болсақ, өте тиімсіз. Слишком новичок адамдармен осындай ақша үшін де жұмыс жасау. Вот. Сол үшін тағы да қайталай айтқым келеді. Бүкіл акцент именно сіздерге сабақ үйрету. Сабақ үйрету және егер де осы сабақтар сіздерге пайда келсе, нормально үйреніп шықсаңыздар, сіздерден сұралатын нәрсе рекламамен төлеу. То есть өздеріңіздің инстаграмдарыңыз бар ма, телеграм, басқа да чаттарыңыз бар ма, сол жақта нелер жазу керексіздер. Реклама жазу керексіздер. Мен оның мәтінін өзім жасап берем. Әдемі бір кішігірім дизайн, суреттер қою керек болса, сурет қойып деген сияқты өзім жасап берем. Соны ары қарай таратсаңыздар болады, өздеріңіздің бір-екі сөздеріңізді қосып. Мен мына практикаға қатысып көрдім, мынандай нәрсе үйрендім, былайынша түсіндіру мынандай тағы да қандай факторлар бар мынандай бағалайтын. Сол жағынан бағалап таратып жібересіздер. Осы саудамыз осылай. Сіздерге менің ұсынатыным экспериментальный курс, практика, бірінші рет онлайн курс жүргізбекшімін, және интерактив сіздермен бірге жылжып отырам, айтып отырам, и міндетті түрде техподдержка жасап отырам, сұрақтарыңызға жауап берем, барынша тез жауап беруге тырысам. Плюс тағы бір өте бір маңызды момент бар, соңына қалдырғам, соны айтам, мұқият тыңдаңыздар. Енді сіздерден беретінім осы, ал алатыннан ол бірінші кезекте жауапкершілік, жауапкершілік болу керек. Мына жерде былай ойнап жүрген адам жоқ, тер төгіп жатырмыз, әшейін бір фан үшін жасалып жатқан нәрсе емес. Серьезно, сіздерге мықты бір курстардың сериясын өткізгім келеді. Сол үшін бірге опыт жинайық. Ең бірінші неге сіздерден де көмек сұралады. Постоянно фидбек жазып отыру. Мына жерлеріңізді жақсы түсіндірдіңіз, мына жерлеріңізді дұрыс түсіндіре алмадыңыз, мына жеріңіз ұнады, мына жеріңіз ұнамады. Ол міндетті түрде талап етілетін нәрсе. Мен былай курсқа қатыстыңыздар ма, әр сабаққа соны күтем. Сіздерден маған қарай кері фидбек келіп тұру керек. Түсінікті да? Сосын мықты бір жаңалық бар. Ол менің алдыңғы видеода жасырған 5000 теңгемнен әлде қайда жақсы, әлде қайда мықты. Қараңыздар, мына курстарды мен бір өзім жасап жатқан жоқпын негізінде. Маған идея арқылы көмектесіп жатқан, ақшалай да көмектесіп жатқан жақсы программисттер бар, мықты. Егер де сіздер практикаға қатыссаңыздар, өздеріңізді жақсы көрсетіп, нәтиже көрсете алсаңыздар, біздің клубқа тағы да нелер келеді, донаттар келеді, және мықты программисттермен кездесулер ұйымдастырамын. Егер сіздер өздеріңіздің портфолиоларыңызды толтырсаңыздар, және біздің клуб арқылы толтырған болсаңыздар, болашақта сізді мықты программисттермен байланыстырамыз. Енді ол кісілерде уақыт аз, бірақ арнайы сіздер үшін уақыттарын бөлуге уже келісімдерін беріп тұр. Былай аптасына бір рет деген сияқты, аптасына бір рет кездесу ұйымдастырып, соған сұрақтарыңызды жаудырып алсаңыздар болады. Бағыт бағдар сұрасаңыздар болады, не нәрсе трендте деген сияқты. Енді мен, получается, көбінесе организаторлық, бірінші бастап берушілік рөлдемін ғой. Егер де аудиториям сіздер менімен бірге ілесіп, жанып, көздеріңізден от көрсетіп, жұмыс жасап, мықты шабыттанып тұрсаңыздар, сіздердің сыртыңыздан бақылап отырған адамдар бар. Олар да сіздерге қарай жақындай түседі. Сіздердің мүмкіндіктеріңіз көбейеді. Мүмкін сол кісілердің рефералдарына ие боласыздар. Кейбір компанияларға тұратын кезде олар айтып жібере алады, өздерінің таныстары арқылы, мысалға, мына жігітті алсаң болады. Бұл жігіт өте активный және позитивный, нағыз командный игрок деген сияқты. То есть, осы курста сіздердің көзге түсулеріңіз, ол айналып келген кезде өздеріңізге міндетті түрде пайдасын тигізеді. Осымен бітті. Барлықтарыңызға іске сәт. Бағанағы айтқан программаларды орнатып алыңыздар. Ертең орнатыңыздар. Орната алмасаңыздар, кішкене күте тұрамын. Басталу уақыты 2-3 күн ішінде.
2-3 күн ішінде мен Git деген репозиторларды құрып дайындап қоям, и соған ары қарай ілесіп отырасыздар. Телеграм канал арқылы маңызды нәрселер жазып отырам, и чатта соны обсуждать етіп отырамыз. Басқа қосарым, по-моему, жоқ. Болды, аха. Сұрақтарыңыз болса, туып қалған болса, жазыңыздар. Мен оған жауап беруге қуаныштымын.